Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін біз осындай өте дәмді, видеода көріп тұрғандарыңыздай әдемі, нәзік болып шығатын шарлотка пирогын жасайтын боламыз. Яғни алмалы пирог отбасыңыздың міндетті түрде көңілінен шығатын жұп-жұмсақ. Алдымен ыдысқа жұмыртқаларымызды салып аламыз. Үстінен қантымызды салып, 2 есе ұлғайғанша аппақ көбік болғанға дейін миксермен араластырамыз. Міндетті түрде осылай араластырып алыңыздар. Пирог өте жақсы көтеріледі. Және ұнды міндетті түрде електен өткізіп қосыңыздар. Пирог жақсы көтеріліп жұмсақ болады. Ұнымыздың үстінен қамыр қопсытқыш, яғни разрыхителімізді салып, миксермен жақсылап араластырамыз. Қабығы аршылған таза алмамызды осылай майда-майда етіп, бөліктерге бөліп, тестамызға қосамыз. Қасықпен жақсылап араластырамыз. Теста осындай аппақ әдемі болып шығады. Формамызды майлаймыз сары маймен. Егерде сіздерде бұндай форма болмаса, домалақ 24 немесе 26 диаметрдегі формада жасасаңыздар болады. Формаға тестамызды құйып, 160 градуста қызарып піскенше пісіріп аламыз. Және ағаш таяқшамен тексеріп көріңіздер. Формамыздан шешіп, суытып, бетіне қант ұнтағын себеміз. Осымен пирогты дастарханға ұсынсаңыздар болады. Өте дәмді, аз құраммен жасалады. Алда сапалы видеолармен бөлісетін боламын. Міндетті түрде тіркеліңіз.